Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулин Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва барак. Құрметті араб тіліне қызығушы барша білімгерлер. Араб тілінен такаллюм кітабы екінші тарауымдамыз, үшінші сабағымыз. Асмаул ишара бүгінгі тақырыбымыз, яғни сілтеу есімдіктері деген сөз. Сілтеу есімдіктері деген сөз. Асма ишара біз сөз басында өткен сабақтарда айтып өттік. Жалпы араб тілінде екілік форма бар. Сондықтан кез келген есім болғанда оның бірлік формасы болады, оның екілік формасы болады және оның көптік формасы болады. Бұларда да сондай. Яғни есім ишара дедік па, сілтеу есім дедік па, оның бірлік формасы болады. Оның бірлік формасы мынандай екі көріністе болады. Хаза және хаза және хазихи. Хазихи. Бұл енді мынау ертегі, мынау әйел тегі. Хазани. Хазани. Бұл екілік формасы, мынанікі хатани. Хатани. Бұл екілік, әйел тегінің екілік формасы. Және улаика. Енді жалпылама осылай деп, улаика деп ала берейік. Хамен берген ба? Ха улаика, я? Ха улаика. Ка улаи. Ха улаи. Ха улаи кәдіп мен Құрандағы мен кетіп қаладым. Ха улаи. Ха улаи. Енді мынаны түсіндіремін. Әйел тегінде қалай болады. Енді қараңыз. Таблицаңызға қараңыз. Хаза толибун. Бұл мынау хаза қайға кетеді деді? Ертегіндегі сөздерге кетеді. Ал яғни нұсқайтын сөзіңіз ертегінде болатын болса, онда хазаны қолданасыз. Ал егер нұсқайтын сөзіңіз мынау деп көрсеткеніңіз, ол сөзіңіз әйел тегінде болып тұрған болатын болса, онда хазиге қолданады. Мысал қараңыз, бірінші неңіз. Бірінші қатарды қарайықшы. Хаза толибун. Бұл студент. Мынау кетіп отыр. Не үшін өйткені толиб деген сөз ертегінде. Ертегінде. Хаза қоламун. Бұл қалам. Бұл да ертегінде. Сондықтан хаза деген сөз қолданып отыр. Хазиги толибат. Бұл студент қыз. Сондықтан не болып кетті? Хазиги қолданылды. Хазиги хақибатун. Бұл чемодан. Бұл сумка. Хақибатун деген сөз әйел тегінде болған себепті не қолданып отыр? Исм ишара хазихи қолданып отыр. Сонымен қорыта айтатын болсақ, яғни хаза осы бірлікке байланысты. Хаза бұл ертегіне кетеді, хазихи бұл әйел тегіне. Хаза қоламу, мысалы әйел тегінде бір сөз болатын болса, мысалы хазихи сариратун. Сөйті? Енді екілік формасы. Екілік формасына хазани ертегінде. Хазани толибани, хазани қаламани. Ал әйел тегінде болатын болса, хатани болады. Хатани, мысалы, толибатани. Бұл екі студент қыз. Хатани хақибатани. Сөйті? Әйел тегінде екілік формасына не кетеді деді? Хатани кетеді деді. Ал енді қызық, мұнаны қараңыз. Хаулаи туллабу, бұлар студенттері. Ертегінің көпше түрінде не кетті? Хаулаи және хазихи ақламун. Қаламдар дегенде хазихи қолданып отыр. Енді бұл мынау қолданып отыр. Неге? Өйткені бұны жамуа таксир деді, бұлар әйел тегінде болып келеді. Бұл Құдай қаласа алдың сақта өтетін нәрсе. Яғни бұлай түсіндірсек болды. Жансыз заттарда соның көпше түрінде осы хазихи қолданылады дейді. Хазихи ақлам, қаламдар дейді. Түсініңіз ғой, яғни әйел ертегінің көпше түрінде хаулай болатын болса, ертегінің басқа бір көпше түрінде, бірақ ол жансыз зат болатын болса, хазихи де қолданыла береді. Өйткені ертегінің бұл жағдайда ертегі болып тұрса да көпше түрі әйел тегінде болып табылады. Сол себепті хазихи болады. Мынау әйел тегінің көпше түріне
Толибатун. Хаулаи толибатун. Бұл студент қыздар. Хаулаи қолданып жатыр. Әйел тегінде қолданыла береді. Және хази хақаиб, жаңа айттым, әйел тегінде болсын, ол сөздің көпше түрі жансыз нәрсе болатын болса, онда мынау хазиги қолданылады. Және ер тегінен болсын, әйел тегінен болсын, көпше түрінде жансыз нәрсе болатын болса, хазиги қолданылады дейсіз. Ер болсын, әйел тегінде жанды заттар болатын болса, көпше түрінде хаулаи қолдана береді деген сөз. Түсінді ме? Қысқаша. Онда бір жаттығуына қарайық. Жақсылап қарайық. Ол жерде бірінші сұрақ қойған, сұраққа осы исім ишаралардың бірі қою керек, бірлік, екілік, көптігіне байланысты. Мәселен қараңыз. Енді сізге сұрақты дұрыс қою үшін жауапты қарау керек. Жауапты дейді? Аммати дейді. Б жатты, мен б-ны қарап отырмын, б-ны. Аммати дейді, көкем дейді. Аммати көкем. Кешіңіздер, көкем деп ғой. Яғни әкесінің қарындасы немесе әкесінің әпкесі болып тұр. Аммати, менің әпкем деп аудара берейік. Менің әпкем. Сонда сұрақ амматун деп жатқанымыз ол әйел тегінде. Онда мән өткен сатыр айттық. Ол жан иелеріне сұрақ қойылған айтылды. Мән хазиги. Кім бұл? Хазиги бұл аммати, бұл менің әпкем дейді. Онда стопты басайық, қалғандарын өзіңіз жазып шығайық, сосын бізбен бірге тексеретін боласыз. Жазып шықсаңыз, онда қарайық. Екіншісі, ихватука, сұрақ қой көрекпіз. Менде мөлшкамен есеп сапты, бұл жерден сіздер хәл деп тұр ма? Ихватун деп атқанымыз ол не? Ер тегіндегі сөз. Сонда хәл хәза ихватука, бұл сенің бауырың ба? Жоқ. Хәл хазихи, бұл женский родта тұр екен ғой. Хәл хазихи ихватука, бұл сенің бауырың ба дейді. Яғни әпке қарындасың ба деген. Наам ихвати, бұл менің әпке қарындасым. Бұл орысша сияқты сестра делінеді араб тілінде. Сестра деген сөз, ер тегінде қамти береді. Ой, кешіріңіздер, сестра деген үлкенде кішікте қамти береді. Сол секілді береді. Наам хазихи ихвати болады. Үшінші, хәл абука, хәл хаза абука, бұл сенің әкең ба? Ла жадди, хаза, ертегінде осындан, хаза жадди болады. Мән, жауабы аммая, енді бұл түсінбей қалған шығарсыздар. Аммая деп атқанымыз, бұны қазір айтамыз. Аммая деп атқанымыз, екілік формадағы алифіміз, амма. Мынау менің екі көкем деген сөз. И менің деген сөз. Менің екі көкем деген сөз. Нұн түсіп қалады деген бір ереже бар. Мынау екіліктің алифі, яй, бұл менің дегенді білдіретін. Сонда аммаи менің екілік формасы не? Менің екі көкем деген сөз. Сонда мән бұл ертеңінде сонда мән хазани, бұл екеуі кім дейді? Хазани аммая, бұл екеуі менің көкем дейді. Екінші халати, нағашы әпкелерім деген сөз. Мән хаулаи, бұлар кім? Хаулаи халати. Жақсы. Ма хазихи болды. Ма хазихи, мынау көпше түрі. Хазихи ақылам, бұлар қаламдар. Мұны тоқтатпай тұрып та айтқан болады. Енді екілік форманы істеуді қараңыз. Екілік форма емес еді. Екілік форма қылтырамыз. Плюс менің деп келтіреміз. Мысалы, менің екі нағашы әпкем деген сөз. Мысалы, қараңызшы. Хаза ахи деді. Бұл менің бауырым деді. Хаза ахауа ия деп отыр. Ахауая деген ия деп мұр. Ахауая. Мынау енді жазатын жер қамады. Ахауа деп тұр ғой. Ауа дегендегі алиф ол екіліктің алифі. Я бұл мен деген сөз. Бұл ереже бар, азынан нұн түсіп қалады деген сөз. Ахауай бұл екеуі менің бауырым деген сөз. Екінші мысалы, хази ухти менің бұл қарындасым, хатани ухтая бұл екеуі менің екі қарындасым немесе екі әпкем деген сөз. Енді мысалы ары қарай беріп жатыр сізге жаз дейді. Хазиги амми бұл менің көкем, екілік қалай болды? Қалай? Дұрыс айтасыз. Хазани аммая. Паузаға қойыңыз, ары қарай өзіңіз жазып шығыңыз.
болған болсаңыз, онда бірге тексерейік. Қараңыз. Хазихи аммати. Жауап қалай болды? Хатани аммата болады. Хазихи хали, бұл менің нағашым, әпкем дейді. Бұл нағаш әпкем деп қой мен. Кешіңіздер, мен қателесіп жатырмын, қатты ойын басқа жақта болып кетіп отырмын. Хали, яғни көкем деген сөз, нағаш көкем деген сөз. Нағаш көкем деген сөз. Хазани халая болады. Хази халати, бұл менің нағаш әпкем. Сонда мынау кетеді әйел тегінде, өйткені хатани халатая болады. Халатая болады. Жақсы, тә жаттығын осыған қаратып, тә жаттығын және келесі жим жаттығын, жим ба хама? Ха бол көр. Мен сізден бір бояп тапсам менде. Осы екі жаттығын үйге алайық. Және қазір мынау истифхаммен келетінді бір қарап жүрейік. Бұл қиын емес. Қараңыз, кәм ахан ләка, сенің қанша бауырың бар? Ли ахун вахидун. Менде бір бауыр бар дейді. Кәм ухтан ләка, сенде қанша әпке қарындасың бар? Ли ситтун ахаватин, менде 6 әпке қарындасым бар. Кәм ахан ва ухтан ләка, сенде қанша бауыр және жаңа әпке қарындас бар? Ли ахаван, менде 2 бауырым бар. Ва ситту ахаватин, және 6 әпке қарындасым бар. Кәм синнука, сен жасың қанша? Синни арбауна санат. Яғни кәмнен келіп отқан есімдердің бәрін қарасаңыз не болады екен? Барлығы насыппен, яғни фатқамен бітіп жатыр екен. Бәрін фатқамен бітіп жатыр екен. Соған қарай, мұна бір жаттығуында алайық, сол кәмге байланысты. Осы 3 жаттығу орындайтын үйге берілетін тапсырма. Жақсы, көп болып кетер, онда мұнаны қазір бірге орындайық, бар жаттығын. Яғни кәммен сұрақ қоясыз тек қана, жауапқа қарай отыра. Мұна жақты қарайсыз. Мысал көрсетейін. Кәм ахон ләка біріншісі, ли сәләсатын ахон. Екіншісі, ли хомсу аммати, менде 5 әпкем бар дейді. Кешіріңіздер. Яғни әпкем ғой, дұрыс қой, әкесінің сіңілісі, әкесінің қарындасы немесе әкесінің әпкесі. Яғни кәм қалай болды? Амматан болды. Кәм амматан. Ләка деп қосыңыздар болады. Ары қарай стоп басайық, сосын жазайық. Кірістік. Жазып болсаңыз тексерейік. Екіншісі, ли жаддани ва жаддатан. Менде 2 ата және 2 әжем бар дейді. Кәм жаддан ва жаддатан болады. Болмаса, ли халин вахидун. Кәм халан ләка болады. Ли сабу халатин. Кәм халатан ләка. Сенде қанша жаңағы нағаш әпкең бар. Синни ашруна санатан, мен жасым 20-да дейді. Кәм синнука болады. Кәм синнука. Ли ибнатан ва ибнани ва бинтани. Менде 2 ұл және 2 қыз бар. Яғни кәм ибнан ва бинтан болады. Жақсы, үйге жаңағы 2 жаттығу, одан бөлек 3 сөйлемде өзіңізде қанша отбасыңызда қанша адам бар, жастары қанша, соны шамаңыз келгенше арабша аудио түрінде ортада топқа жіберуге тиіссіз. Уахил дауан, алхамдулиллахи раббил аламин.